Әкем өкінішке орай 3 жасымда қайтыс болып кеткен. Кешірім сұраймын. Негізі жаңа айтып жатсыз ғой енді. Сондай жағдайларды көрдіңіз, басыңыздан біраз қиыншылық өткен сияқты. Болашақта қандай ер азамат керек сізге? Қандай қасиеттер ұнамайды деген сияқты ашып айта кетсеңіз. Ер азамат дегенде мен андай қылып алыстан келіп айтпай қояйын. Ең бастысы мені түсіне алса, мен қалай бармын, мені толықтай солай қабылдай алса, жауапкершілік танытса болды. Мен андай қылып басқасы маған керек емес. Только сол жауапкершілік танытса болды. Енді өзіңіздің бойыңыздағы қасиеттерді айта кетсеңіз, қызғаншақсыз ба, әлде көзқарасыңыз қалай жалпы? Жоқ, қызғаншақ емеспін, былай енді орнымен қызғанам. Иә. Қатты қызғаншақ емеспін. Сұрақ қойсын ма? Жәнібек. Бірден қойшы. Ақмарал, Ақмарал, қош келдіңіз. Өте ашық жарқын, әдемі қыз екенсіз. Енді бағана бір сөзіңізді әдемі айттыңызда, неге мен Шерханды таңдамасқа деген сияқты. Енді сіз білсеңіз, бізде Шерхан енді үміткерлер немқұрайлы қарайды да. И сондай ой болмай ма? Менің таңдап келген адамым үмітімді ақтамай қалады деген сияқты бір ой келмей ма? Қалай ойлайсыз өзіңіз? Жоқ, мен өзіме сенімді болып, мұнда Шерханды таңдап қадам басып келіп тұрмын. Мен осы қадамды бағлап, маған достойны қарым-қатынас көрсетеді деп ойлаймын. Айжан. Ақмарал, қош келдіңіз. Осы Балауса ханым, мен сұрағым келеді да, осы Қызылордада не бай құрып қалды ма деп ойлаймын да. Не болып жатыр ол жақта, бәрі Қызылорданың қыздары келіп жатыр да. И сосын мына жерде Ақмаралға айта кеткім келеді. Мүлдем жүк көріп тұрған жоқ. Неге десеңіз, өйткені сізді қабылдайтын адам керек деп отырсыз, қалай бар солай. Бірақ бұл жерде Шерхан өзін қабылдай алмай жүр, ол сізді де қабылдай алмайды бұл жерде. Бұл жерде ондай әңгіме болуы да мүмкін емес. Ол өзін таппай жүрген адам, өзін іздеймін деп алдыңғы осы ортаға шыққан кезде солай деп айтып кеткен. Енді бұл жерде сіз үмітіңізді артпай қойсаңыз да болады. Жоқ, қатты ренжіп қалған сияқтысыз, Айжан. Сіз енді бізде ары қарай не болатын оны мен де білмеймін, уақыт көрсетеді. Сіз лично басыңызды қатырмай қойсаңыз болады бізге. Жоқ, Балауса Жоқ, осы жерде Ақмарал, мен Шерхан ортаға шыққан кезде басымды қатырамын енді. Балауса ханым. Жақында ғана жақсы араласып, қорғап бір-бірлеріңізді, қазір не болып қалды сіздерге? Жоқ, Шерханды қолдап отырмын ғой мен, Балауса ханым. Негізі жақсы. Мен енді қимай отырған сияқтысыз Айгерімді, солай ма? Өйткені қимаймын, мен айттым ғой, бұл жігітке жаңа табалдырға аттамаған, ондай бір прошлый жоқ қыз керек, таза қыз керек. Жоқ. Балауса ханым, олай ойлайсыз, Айжан? Шерхан үшін шешім шығарып жатсыз ғой, неге олай ойлайсыз? Шерхан үшін емес, пікір айту үшін отырмыз ғой, жерде менің пікірім осы. Жоқ, айтыңыз, бірақ мен сізге сұрақ қойып отырмын. Неге олай ойлайсыз деп? Олай ойлаймын, өйткені енді кешірім сұраймын, сіздің өз пікіріңіз өзіңізде, сіз Шерханға не керек екенін білмейсіз ғой алда уақытта. Балауса ханым. Менің бұл өз пікірім, Шерханды неге олай ойлаймын, өйткені бұл өзі нәзік, біреуге бір жамандық жасайтын жігіт емес та. Ол үлкен қыздар керек емес, ойлары уже асып кеткен, неше түрлі жасайтын, 19-да болғанмен бұлар деген неше түрлі көріп тастаған қыздар ғой. Сол үшін мен өтіп айтқым, ондай қыздарды қимаймын. Жоқ, олай айтудың менің ойымша қажеті жоқ. Балауса ханым, әр адам бөлек тұлға, әр адамның өмірі әртүрлі. Соны айтамын, негізі өте ауыр кетіп жатсың, Айжан. Бері қарасай, Айжан, өте ауыр кетіп жатсың. Сіз енді өзіңіз көре алмағаннан осы жаққа келіп отқан жоқсыз ба? Дұрыс қой, негізі жігіттердің қармақ тастауы дегенді білетін ек, негізі мына қыз баласының қармағы, сіздікі қармақ емес екен, ау екен, бірден лақтырды кән. Шерхан астында қалып кетті ғой кәдімгідей ше. Негізі қыз баласы келіп тұрғаннан кейін, үміт артып келіп тұрғаннан кейін, бұлай бірден атылудың қажеті жоқ та. Сіздікі қашанға дейін қайталана береді. Шерханға үміткер келсе болды, пара көріп тұрған жоқпын бірден. Сіз кіммен пара көресіз сонда Шерханды? Өзіңізбен ба? Жауап та бермейді ау бұл кісі. Жоқ, Балауса ханым, айтады да, Айжан енді сен айтып отырсың ғой, Қызылордада бай құрып қалды ма деп ше. Сен өзің айналайында Қызылорданың қызы емессің ба, не істеп отырсың мына жерде? Енді мен өзіңіз Қызылордада. Өзі Қызылорданың қызы, бірақ Қызылордада мен кетіп қалғанмын, 19 жасымда кетіп қалғанмын. 19 жасымда, бірақ Балауса ханым, мен бұлай бай іздеп келген жоқ, мен магистратура оқыдым, жұмыс жасадым, білім қойдым бұл жерде. Қанша жұмыс істедім, қанша ел көрдім, жер көрдім. 30-ға келсем де мен 19-даймын, бұл қыз сияқты тұрмын. Айжан, енді бұл бір жай ғана сәйкестік, немесе сіздің өзіңіз енді Қызылордадан болғаннан кейін сізге көбірек көрінетін шығар, бірақ бұл жерде енді Қазақстанның түкпір-түкпіріне
шетелдерінен келген қыз жігіттер отыр. Және бұл келе алады, әркім өзі біледі. Қай жақтан келеді, батыстан келе ме, шығыстан келе ме? Просто Балауса ханым, мен айтып кеткім келеді да, мына жерде Қызылордада емес мәселе. Просто 19 жастағы қыздарды мен түсінбей жатырмын. Бұған келіп жатқан Сөйтіп айтсаңыз болады. 19, я 20-дағы қыздар жаңағы есілдері жаңағыдай бай деп жатыр да, мен түсінбей жатырмын. Бұлар неге бай дегенше білім қумайды, неге көздерін ашпайды, неге көкіректерін оятпайды деген үміттемін. Енді Балауса менің айтатын айтып жіберейінші соңында. Мына жақта негізінде аузына келгенін айтып, былай айтқанда тисе терекке тимесе бұтаққа деп сөйлеп отырғандар әбден андай күледі, иә жақсы сөйлейді дегенге сөйтіп сөйлей беретін адамдарды мен түсініп отырған жоқпын негізінде. Жалпы 19 жасында бай іздесе де, басқа нәрсе істесе де, сіздердің ешқандай қатыстарыңыз жоқ деп ойлаймын. Өзінің істерін істеп, жасарын жасап тастаған шығар мүмкін. Например, да. Одан кейін үміткер ханым Ақмарал, қош келдіңіз. Өте әдемі қыз екенсіз негізінде. Жалпы сізге сұрақ қойғым келіп тұр. Сіз жалпы балаңыздың жаңағыдай әкесімен қалай таныстыңыз, және де бір араласып тұра ма балаларыңызбен, точнее балаңызбен, соны сұрайын деген. Әкесімен 16 жасымда танысқанмын, бірақ қазір оны қозғамай ақ қояйын, оның қазір өз отбасы бар. Баласын, қызым сол әкесінің тегінде алимент төлейді, көмектесіп тұрады. Балауса ханым, Бекзат. Балауса ханым, бағанағы әңгімеде қалып кеттім да, менше Айжан енді шынымен Айжан қыз баласын түсіру негізі осы жерде Салтанат пен Айжан екеуі ғой, осы жерде 19 қыздар, 18 қыздар дейсіңдер. Айжан қара, егер де сен Шерханды 19 қызды қимайтын болсаң, біз Шерханды 30-дағы саған қимаймыз онда. Шынымен ше, өйткені сен бұл бірінші рет емес Айжан, келген қыздардың бәрін түсіресің да, өзіңді көтересің. Шерханға келген қыздардың бәрін мен пара көрмеймін, табалдыр аттаған қыз дейсің. Біз мысалға Шерханды 30-дағы саған қиғымыз келмейді. Жоқ, неге қимайсың? Не үшін қиям мен? Не үшін қимайсың? Қара. Сен бір факт айт сол туралы. Қара, сен айтып жатсың. Бұлар білгенін істейді, 19-ға білгенін істейді, осы жаққа келеді Шерханға деп жатсың. Ал сен 30-ға дейін не істегеніңізді біз білмейміз ғой. Енді білмесең айтпа онда вообще. Сен өзің аузынан шығады. Сен бағана мен еще Ринатқа мақсатың не, сенің мақсатың не, Индираны шығару болды ма не, осы жерде келіп алып аузыңа келін оттайтын? Нағыл дейді? Сен мақсатың қандай осы жерде отыру, Индираны шығарып, өзің әр қызбен мына жерде фото, видео шығару ма? Мен қазір главный Индирамен бақыттымын, болды. Сен көресің ғой бізді бақытты екенімізді. Жасына қалдың да өзің қазір аузыңа келін. Қандай жас? Сен Айжан, вообще ештеңе айтпай Мен 30-та екенмін, вообще есептемеймін да. Сабыр, жақсы, Индира мен Бекзаттың қарым-қатынасы бөлек, бұл жерде Шерханның Жоқ, қарым-қатынасы. шынымен де Балауса ханым қашан тоқтайды деймін. Шынымен Салтанат пен Айжан осы жерде келген үміткер қыздардың бәрін 19-дағы не үшін бай іздеп келесіңдер дейді. Сен не істедің осы уақытқа дейін? Айналайындар-ау, карьера деп карьерге зар болып қалыпсың осылағанда. Сен кәдімгідей емес, шынымен де. Наоборот, ол қазір ана болатын жасында, тура өзің жасында келіп тұр. Қыздар төмендетті жай ғана болды. Ана атап қойған ғой, уже 19 жасында ол істерін істеп, жасарын жасап қойған. Енді мен 30 жасқа дейін, мен осы уақытқа не жасап, не қойғанды. Мен өзімнің орнымды білем. Мен 30 жасында осы жерге бай іздеп келген, ол маған жарасады. Балауса ханым. Ернар. Енді Балауса ханым айта кетсек, жалпы кейбір енді қыздарға, жігіттерге жалпы пікір айтатын кезде жалпы